Сәлем қыздар, бүгін біздер чесночный хлеб жасайтын боламыз. Ол үшін біздерге укроп керек, чеснок керек, және батонмен ерітілген сары май керек, сосын блендер керек. Блендер болмаса, қолмен уақыттап та тұруға болады. Енді блендерімізге укропымызды және чесноктарымызды аршып салып аламыз. Чеснок біздерде 4 бас керек. Мен 4 бас алдым, бірақ мен чесногым ірі екен. Егер кішкентай болса 4 бас алуға болады, кішкене ашқылтымдау болып қалыпты. Енді чесногымызды саламыз. Енді блендерімізбен езіп аламыз. Блендерімізбен еземіз. Тез өте дайын болады, күшті. Тіске басыр балдарда жақсы көреді. Балдарға чеснок жегізе алмаған кезде жақсы балдарға да. Енді бөлегі тісімізға осы чеснок пен немізді укропымызды салып, және де жаңағы майымызды құйып, осы бөлегі тісті араластырып алатын боламыз. Ерітілген сары майымызды құямыз. Енді жақсылап араластырамыз. Енді нанымызды турап алатын боламыз. Батон нанмен істесеңіздер де болады, немесе қара нанмен де істеуге болады. Диетический болса, қара нанмен істеген жақсы. Егер диета болмаса, осылай ақ нанмен істей бересіздер. Осылай өзімізге керегімше нанымызды турап аламыз. Енді осы нанымыздың үстіне духовкаға салайын деп жатырмыз. Но мендегі силиконовый форма таппердікі, ешқандай май жағудың керек етпейді. Енді осы батондарымыздың үстіне жаңағы массамызды құйып, немесе жағып шығамыз. Жақсы етіп молынан жағамыз. Егер ер адамдарға жақсы, әсіресе ер адамдар сүйіп жақсы көріп жейді бұны. Бірақ мен де балдарым бір неден жеген болатынбыз. Содан жақсы көрген көріп, енді жасап қарап жатырмын. Мен бірінші жасап қарап жатырмын. Бірақ бұрын негізі алып жеп жүрген едік. Сол кезде балдарыма ұнаған. Енді осылай жақсы етіп жайып жағып шығамыз. Жан-жағының бәріне жеткізіп, сосын 5 минутқа 10 минутқа пешке қойып аламыз. Міне біздің батонымыз дайын болды.